Адам баласы дені сау болуы үшін және өзін жақсы сезінуі үшін клетчатка мөлшерін көп қолдануы қажет. Сіз өз рационыңызға құрма және басқа да сухофруктыларды қосу арқылы клетчатканы тұтыну мөлшерін арттыра аласыз. Сонымен қатар, құрманың миға тигізетін пайдасы баға жетпес. Осы жемістердің арқасында мидың жұмыс істеу қабілеті 30%-ға артады. Құрманы тұтынғаннан кейін 30 минуттан кейін жоғалған күш пен энергияны қалпына келтіруге болады. Құрма сонымен қатар ас қорыту жүйесі бұзылған адамдар үшін де өте пайдалы. Құрма асқазан ішек жолдарын сапалы тазартуға ықпал етеді және іш қатуды болдырмайды. Құрманы рационға үнемі енгізу сонымен қатар салмақ тастаудың таптырмас құралы. Құрманың әсіресе әйел адамдарына пайдасы өте көп. Әсіресе аяғы ауыр әйелдердің жатырының бұлшықетін нығайтуға көп көмектеседі. Соның нәтижесінде босану әлде қайда жеңіл өтеді және қан кету қаупі азаяды. Сондықтан әрбір аяғы ауыр әйелдер босанғаннан кейін де өз рационына құрманы міндетті түрде енгізу қажет. Себебі босанғаннан кейін әйел адамның денесі денсаулығы тез қалыпқа келуіне септігін тигізеді. Сонымен қатар құрма емізулі әйелдер үшін де өте пайдалы өнім. Құрманы үнемі қолдану окситоцин гормонын өндіруге ықпал ететіні дәлелденген. Ол өз кезегінде лактацияны күшейтіп, сүттің мол, құнарлы шығуына әсер етеді. Қазіргі таңда босанудан кейінгі депрессия әрбір үшінші әйелде кездесіп жатады. Басында айтып өткендей, құрманың нерв жүйесіне пайдасы өте көп. Соның арқасында нерв жүйесін қалыпта ұстай отырып, әйелдердегі босанудан кейінгі депрессияны барынша азайтады. Құрманы тек жүктілік және емізулік кезінде ғана емес, барлық әйелдерге үнемі қолданған жөн. Себебі қазіргі таңда әйелдер өмірінің көп бөлігін жұмыста өткізеді. Олар үшін құрма өте пайдалы болады. Бұл жемістер ми белсенділігінің табиғи стимуляторлары болып табылады. Олар сонымен қатар табиғи энергетика әсерін береді. Және де оларды жеңіл тағам ретінде өзіңізбен бірге алып жүруге өте ыңғайлы. Өйткені құрма көп орын алмайды және кез келген сөмкеге оңай сыяды. Құрманы үнемі тұтыну сұлулыққа баратын сенімді жол. Жемістер тырнақтардың, шаштың және терінің күйін жақсартуға мүмкіндік береді. Құрма дененің қартаю процестерін табиғи түрде баяулатады. Сондықтан құрма әрбір әйелдің мәзірінде болуы керек. Егер де сізге ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоның сілтемесін басқа достарыңызбен бөлісіңіз.